Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен тапсырысқа жасауға болатын осындай сметаник пирогының оригинал рецептісін ұсынбақшымын. Алдымен бөлме температурасындағы жұмсақ сары майға қантты және жұмыртқаны қосып, араластырып аламыз. Үстіне ұнды және разрыхлительді қосып, жұмсақ қамыр илейміз. 20-30 минутқа бетін жауып, бөлме температурасында қалдырамыз. Оған дейін начинкасын дайындаймыз. 20% қаймаққа, жұмыртқаны және қантты қосамыз. Үстіне кукурузды крахмал және ванилин қоссаңыздар болады. Бұл міндетті емес. Егерде кукурузды крахмалды пайдалансаңыздар, бізде сметаник пирогы өз формасын ұстап, жақсы болып шығады. Осындай масса болғанға дейін араластырамыз. Форманың астына пергамент қағазын төсеп, шетіне сары май жағамыз. Менде форма 24 сантиметрлік. Қолмен осылай жайып, үстін вилкамен тесіп шығамыз міндетті түрде. Үстіне начинканы құямыз. Ягоды пайдалансаңыздар болады. Менде замороженный ягоды. Егер свежий ягоды болса, оны крахмалға аунатудың қажеті жоқ. 170 градуста 45-50 минуттай пісіріп аламыз. Және 2-3 сағаттай толықтай суытып, содан кейін барып кесеміз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.